үшінші-екінші мыңжылдықтың аралығы энолит, яғни мұстас дәуірі. Біздің заманымыздан бұрынғы екінші мыңжылдықтың басы қола. Қола дегеніміз мыс пен қалайның қосындысы, яғни қола қорытуды меңгеру. Біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықтың басы темірді игеру басталды. Біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдық сақ тайпаларының одақтарының өмір сүрген мерзімі. Біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдық көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуы. Біздің заманымыздан бұрынғы 8 ғасыр Қазақстан аумағындағы ең ежелгі сақ қорғандары. Біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырдың соңы көшпелі ғұн тайпаларының билігіне мөденің келуі. Біздің заманымыздан бұрынғы 530 жыл сақ массагеттердің парсы патшасы Керді талқандауы. 552-603 жыл түрік қағанатының өмір сүрген мерзімі. 603-704 жыл батыс түрік қағанатының өмір сүрген мерзімі. 704-756 жыл түргеш қағанатының өмір сүрген мерзімі. 751 жыл Атлах шайқасы болды. 756-940 жыл Қарлұқтар мемлекетінің өмір сүрген мерзімі. 870 жыл Әбу Насыр әл-Фарабидің өмірге келген жылы. 942-1212 жыл Қарахан мемлекетінің өмір сүрген мерзімі. 9 ғасырдың соңы 11 ғасырдың басы Қимақ мемлекетінің өмір сүрген мерзімі. 11 ғасыр Жүсіп Баласағұнның Құтты білік поэмасының жазылған мерзімі. 12 ғасыр Қожа Ахмет Яссауидің Диуани Хикмет еңбегінің жазылған мерзімі. 960 жыл Қарахан мемлекетінде ислам дінін мемлекеттік дін деп жариялануы. 11 ғасырдың басы 13 ғасырдың басы Қыпшақ хандығының өмір сүрген мерзімі. 1312-1342 жылдар Алтын Ордада Өзбек ханның билік құрған жылдары. 1382 жыл Тоқтамыс хан Мәскеуді өртеп, орыс княздарының салық төлеуін қалпына келтірген уақыт. 1428-1468 жыл Әбілқайыр хандығының өмір сүрген мерзімі. 1465 жыл Қазақ хандығының құрылуы. 16 ғасырдың басы Қазақ ханның билік еткен уақыты. 14 ғасырдың ортасы 16 ғасырдың басы Моғолстан мемлекетінің өмір сүрген